Бала бақшадан бастап менің суретке әуестігімді анашым біле бастады. Кейін мектепке бастауышқа келген кезде неше түрлі сайыстарға қатысатын болдым. Алайда анашым бұл сурет бойынша жұмысқа тұруымды немесе бұл сурет бойынша мамандық алуыма қарсы болды. Анашым өзі бастауыш сынып мұғалімі. Менің жолыммен жүресің, бастауыш сыныпқа түсесің деп, сол мамандыққа Алматы қаласына Абай Құнанбаев атындағы гуманитарлық университетке түстім. Студент кезімнен бастап қабырғаларға сурет салып бастағам. Картиналарды салып бастадым неше түрлі. Ұстаздық қызметімді 69-шы мектепте 2015 жылы бастадым. Ең алғашқы сыныбым 4-ші сынып болды. Маған енді алғашқы уақытта қиын болды әрине. Енді шығармашыл ұстаз болғаннан кейін, суретке бейім болғаннан кейін оқушылармен өзімді бірдей ұстап, теңдей ұстап, оларды үлкен ретінде немесе өзімді кіші ретінде ұстап, балалардың көңілін таба білдім. Неше түрлі конкурстар болғанда, оқушылармен бірге өнер сайыстары болғанда біз әрқашан алда жүрдік. Мысалға, бастауышқа кіре беріске әліпбиіміздің, яғни әріптерін салдым, Кемел Ақышевтың суретін салдым. Менің суретімді басқа өзге адамдарды көріп тамсанса екен деп армандайтынмын мен. Сол арманымды жүзеге асырдым деп ойлаймын. Енді осы балаларымның да сурет болсын, ән болсын, немесе шығарма шығаратын, не ақын болсын, биші болсын, қандай болса да өзінің ішіндегі хоббиінің ішіндегі арманын шығарса екен. Өздерінен тек лидерді, тек керемет бір шығармашыл, рухани бай оқушылар шыққанын қалаймын. Барлық салған суреттерімді оқушыларда, мұғалімдерде, басшылықта бағалап, әрқашан мақтап отырады. Мен мектепті қимаймын, шыны керек. Менің алғашқы қадамым мұғалім болу. Ең бірінші мұғалім, ұстаз болу, оқушыға, яғни тұлға болып қалыптасуына менің ең үлкен орасан зор күшім бар, соны ары қарай жалғастырғым келеді. Оқушылардың осы біздің Қазақстанымыздың болашақтары біздің қолымыз арқылы өтеді. Бірінші отбасынан басталады, және кейін осы мектептен, мектеп қабырғасынан ұстаздан басталады. Сол себепті бұл өте керемет жұмыс, керемет кәсіп. Бұл кәсіпті тастап суретке де кетіп қалам деп айта алмаймын. Еңбек өтілім 8 жыл. 8 жылдың ішінде көптеген білмесімнің барлығын үйрендім. Тұрмысқа шығып, ата-енемнің қолында тұрдым 5 жылдай. 3 ұлымды босандым осы Астана қаласында. Кейін осы 5 жыл толғаннан кейін бізді еншімізге беріп бөлек шығарды. Мен бақыттым. Осындай керемет мектептің ұжымында бірге жұмыс істегеніме, осылай оқушылардың ары қарай көркеюіне, өзімнің кішкене болса да үлесімді қосуына, мектептің сұлулануына, яғни әдемі болуына, осы өзімнің үлесімді қосқаныма бақыттым. Өзімнің отбасымның мүшесі болғанына бақыттым. 3 баламның бар екеніне бақыттым. Ата-енемнің, анашымның барлығының бар болғанына бақыттым.